Бізде үйде 2 бөлме суық, біздің бәріміз бір бөлмеде тұрамыз, бір бөлмеде ұйықтаймыз. Мен 6 балам бар. Ешкім жоқ, бәрі қашып кетті. Қалаға жылы жерге көшіп кетті. Условиясы жоқ қой бұның деген. Суды даладан ана қатып қалыпты, кеше біреулер солған, жауып дұрыс шаппай кетті. Қыстыңын су қатып қалады, су тазу проблема, от жағу проблема. Бәрі жан-жақ адам жоқ, шоқиып отырсын бір неде, бір квартирада. Мұзда бұл не, жан-жағы бәрі мұздай ұрады, бетон, не деген бетон, мұздай ұрады. Қанша от жақтында дала кетеді отын бәрі. Мына отын бәрі зіра кетіп жатыр далаға. Үй жылмайды. Көрдіңіз ғой, аға су ағып тұрған жерде көрдіңіз. Міндетті түрде үлкен назар болу керек көп балалы аналарға. Біз Қазақстанның халқын қалай көтереміз? Демография бойынша жақсы бағдарлама болмаса, халыққа мемлекет тарапынан жағдай жасайтын заңдар қабылдайтын боламыз.